Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай әдемі классикалық капкейктер дайындайтын боламыз. Дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге қажет болады қант, жылы сүт, жұмсақ сары май, ұн, жұмыртқа, қамыр қопсытқыш, ванильді қант. Жұмсақ сары майымыздың үстіне қантымызды қосамыз. Миксермен бір келкі болғанша араластырамыз. Бір келкі етіп араластырып алдық. Енді ванильді қантымызды қосамыз. Сосын 2 жұмыртқамызды қосамыз. Миксермен бір келкі болғанша араластырамыз. Араластырып болған соң жылы сүтімізді қосамыз. Миксердің жай жылдамдығында араластырамыз. Қамыр қопсытқышымызды қосамыз. Алдын ала електен өткізген ұнымызды осылай аз-аздан қосып, миксермен араластырып, сосын қалған бөлік ұнымызды қосып, тағы да миксермен араластырамыз. Міне қамырымыз осындай консистенцияда болады. Бір келкі. Шет-шетін осылай бір рет араластырып аламыз. Қамырымыз дайын. Енді қамырымызды менде осындай арнайы капкейктерге арналған ыдыстар, немесе кез келген қағазға құйсаңыздар бола береді. Енді 2 үлкен ас қасықтың көмегімен шамамен 2 қасықтай құйып шығамыз. Өте қатты толтырмаңыздар, егерде толтырсаңыздар, кейін піскен кезде сыртына шығып кетуі мүмкін. Осылай барлық ыдысымызға құйып шығамыз. Осы ингредиенттерден 15 дана капкейк шығады. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста шамамен 25-30 минутта қызарғанша пісіріп аламыз. Міне капкейктеріміз пісті. Енді пештен шығарып, толықтай суытамыз. Суыған капкейктеріміздің ортасын осылай ойып алып алсаңыздар болады. Кейін ішіне кез келген тосап немесе джем салсаңыздар болады. Міне осылай барлығын алып шықтық. Енді кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге салқын сливки 33-35% қант ұнтағы және творожный сыр, яғни сүзбелі ірімшік қажет болады. Енді салқын сливкемізге қант ұнтағын қосамыз. Миксердің жай жылдамдығында орташа қоюланғанша араластырамыз. Бұл жерде миксеріміздің жылдамдығын бірден көтермейміз, аз-аздан көтеріп отырамыз. Сливкеміз осылай қоюлана бастаған кезде сүзбелі ірімшігіміз бір келкі болу үшін миксермен араластырып аламыз. сливкеміз тағы да араластырамыз. Міне осылай қоюланған кезде
Енді сүзбелі ірімшігімізді қосамыз. Сосын миксермен қоюланғанша араластырамыз. Қиямыз қоюланып, өз формасын жақсы ұстап тұрғанда дайын деген сөз. Енді кондитерлік қап шыққан осындай насаткамызды салып аламыз. Сосын ішіне кремімізді салып аламыз. Мен де малинаның тосабын осындай кондитерлік қапшыққа салып алдым. Енді капкейктеріміздің ортасына құйып шығамыз. Енді кремімізбен видеодағыдай үстіне өрнек салып шығамыз. Дайын капкейктерді осындай арнайы өзінің қорабына салып, қонаққа апарсаңыздар да болады. Осымен өте дәмді және әдемі капкейктеріміз дайын болды. Видео рецепт ұнаса, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Сіздермен болған Әсел. Келесі видеода кездескенше.